Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында қоршаған ортаның тазалығын сақтау мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. Соған қарамастан кейбір тұрғындар тұрмыстық қалдықтарды арнайы жәшіктерге емес, белгіленбеген орындарға тастауды әдетке айналдырған. Қоршаған ортаның ластануы ең алдымен азаматтардың тазалық мәдениетіне байланысты, және ол көше тазалығын бұзып қана қоймай, экологияға үлкен зиян келтіруде. Бүгінде аудан аумағында тазалық мәселесі әлі де өзекті күйде қалып отыр. Шашылған қоқыс жәшіктері, аяқ су арықтарына тасталған тұрмыстық қалдықтар мен иттер шашқан есік алдындағы қоқыстар санитарлық жағдайға кері әсерін тигізіп, қала келбетін бұзуда. Мұндай келеңсіз көріністер тұрғындардың жауапкершілігімен қатар, қоқыс жинауға жауапты мекемелер жұмысының да жүйелі ұйымдастырылуын талап етеді. Қалдықтарды дер кезінде шығару, белгіленген орындарға тастау тазалық талаптарының басты өлшемі болып табылады. Бұл бағытта салғырттық пен немқұрайлыққа жол берілмеуі тиіс. Қазалы ауданында осындай тазалық, көгалдандыру жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Көңілім толады. Енді әркім өзінің есік алдын, мысалы, ауданымызды өзіміз таза жерде жүрген қандай керемет, мысалы, таза ауада, таза жерде, көгалдандырып жүріп жатқан жерде, мысалы, жүргеніміз өзімізге жақсы таза жер. Көшеміз таза, есігіміздің алдын көгалдандырып өзіміз мұқияттап отырамыз. Бірінші ескерту болған жақсы ғой негізі. Бірінші ескерту болған жақсы. Ал екіншіден ескермесе айыппұл салуға болады. Есігіміздің алдының бәрін абаттандырдық, жап-жасыл қылдық, гүл ектік. Жұмысымызда да сондай тазалыққа көңіліміз толады. Тап-таза көшенің бәрі қазір жұмыс істеп жатыр ғой, жақсы. Әр суыт сайын шығып тазалаймыз барлығымыз. Балабақшада жұмыс істейміз. Балабақшаның алдында жақсылап бәрін қазір жап-жасыл қылып, гүлді егіп, жақсылап көк күмбек қылып қойды бәрін. Жәшігіміз бар ғой, қазір бәрін орнатып қойған мусор жәшікті. 2 күнде, 3 күнде келіп алып кетіп тұрады. Оны біз біреуге қарап күтіп отырмаймыз, өзіміздің есігімізді алып, өзіміз тазалап тұрамыз. Тазалық, денсаулық кепілі дейді ғой, тазалық болмаса болмайды ғой. Өзіңнің есігіңнің алдың әп-әдемі таза болып жатқаны өзіңе жақсы ғой. Жақсы болып тұрғаны. Әркім бірінші тазалықты өз үйінен бастау керек. Тазалық акциясы аясында халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, тұрғындарға тазалықты сақтау, есік алдын таза ұстау, қоқысты тек арнайы жәшіктерге тастау қажеттігі айтылуда. Сондай-ақ ескертуді ескермей, қоршаған ортаға зиян келтірген әрбір азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл арқалауы мүмкін. Құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, Қазалы аудан полиция бөлімі ескертеді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-2 бабының 1 бөлігіне сәйкес ортақ орындарды пайдалану, саябақтарды, скверлерді ластау, оның ішіне белгіленбеген орындарда коммуналдық қалдықтарды қалдыру деректері анықталған жағдайда бөлім қызметкерлерімен құжаттар жинақталып, сотқа жолданып, сот шешімімен айыппұл немесе қоғам жұмысына тарту жауапкершілік көзделгенін ескертемін. Тазалық өзімізден басталады. Әл-Фараби айтқандай, адамның кемелдігі оның тәртібі мен тазалығында. Таза әрі көрікті орта қалыптастыру үшін тұрғындар мен жауапты мекемелердің өзара жауапкершілігі мен үйлесімді жұмысы аса маңызды. Назым Қараева, Ерқанат Асаутаев, Думан Артығұлы, Серік ТВ телеарнасы.